Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсүйгіш достарым. Сіздерге енді мынау көптен видео салған жоқпын. Бүгін виноград туралы салайын деп отырмын. Виноградты енді егіп тастайын деп едім. Мынау тамырланып тұр. Қазір сол егіп тастамас бұрын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мына виноградты мынандай қылып тамырландырдым. Біреу білер, біреу білмес. Мен де бұндайды білмеппін. Бұрын виноградты мен өсірген жоқпын. Бірінші рет мынандай қылып түбіне кішкене ғана мынандай суды құйып, тек салып қою керек екен. Міне, құттай. Сосын тепличка жасап, мынандай үстіне салафанменен жауып тастадық. Енді қазір тамыры деген мощный болып тұр. Енді осыны қазір мен сіздерге егіп тастайын деп тұрмын. Соны көрсетейін деп отырмын. Міне қазір бетіндегі тепличкасын салафан алдым. Енді сіздерге мына тамырын көрсетейін. Міне мынандай болып тамыры шығады екен. Құттай ғана түбіне тек суды салып, соменен тамырланады екен. Біздер әлі ортасына дейін ылғытып су құйып қоямыз да, әйда тамыр қашан шығады деп күтіп жүреміз ғой. Ондайлар енді аз емес, білмейтініміз көп. Енді осыны егіп көрейік. Мен бұрын виноградпен айналысқан жоқпын. О баста видеомда айттым, шарбаққа енді жаңағы жеміс ағаштарын егіп, виноград, клубника егіп, енді жасап жатырмын. Соны сіздермен бірге жасайын деп. Міне енді қазір бүгін виноград егейік. 11 майда. Бүгін 11 май. 12 май ма? 12 май. Числодан да жаңылыстық. Карантинде жатқасын, қай күн екенін де білмей жатырмыз. В общем, 12 май. Міне мынандай қылып мен топырағымды қаздым. Ішіне грунт салдым, кішкене терең қылып қаздым, потому что тамыры алып кету үшін біздің жеріміз деген өте нашар. Сол үшін мен мынандай қылып қазып алдым, таңертең грунтымды салдым, трамбовать етіп, қазір кішкене орын әзірлеп қойдым. Енді қазір егіп тастағым келіп тұр. Бұған әлі мен шпалер жасаған жоқпын. Бірінші алып кетсін. Бұл алып кетуге де әлі екі талай. Алмай қалуы да мүмкін. Бірақ қатем болса, сіздер де айтыңыздар, жазыңыздар. Мен сіздермен бірге осы виноградты егіп өсіріп көрейін. Бұйырса. Міне осындай қылып, мынау осындай қылып қисайтып егу керек дейді. Міне қазір осылай біреуін қисайтып ектім. Енді қалған егіп шығамын. Өзім егіп түсіріп тұрғасын ыңғайсыз. Егіп алып, сосын түсіріп сіздерге көрсетіп тұрмын. Қазір осыны егіп, сосын сіздерге көрсетемін. Міне енді суын құямыз. Кеш болып кетіп жатыр ма? Үлгермей жатырмыз. Көрінбей жатыр. Міне осындай қылып қисайтып ектік. Енді су құямыз. Үстін кішкене баклажкамен жауып қоям. Мини тепличка жасап. Пока сырттың ауасына үйреніп кеткенше. Сосын ары қарай наблюдать етеміз. Қараймыз. Ал комментарий жазыңыздар. Дұрыс ектім бе, бұрыс ектім бе, оны да айтыңыздар. Бір-бірімізден осылай үйренейік. Мен бірінші рет егіп тұрмын. Карантиннен аман-есен шығайық. Індеттен құтылайық. Тыныштық заман болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.